Қалай балам? Бүгін сабағың қалай болды? Жақсы бап, бірақ бүгін біраз шаршадым. Дұрыс қой, қазір оңай ештеңе жоқ. Сәл шыдау керек енді. Өзім сыныпта бір бала бар, сабаққа жаяу келеді. Еще сабақтан кейін жұмыс істей ма, бір бәле қалай шаршамайды екен, таң қаламын. Балам. Барлығын жастайынан үйренсе ол дұрыс қой. Біз әлі мектеп оқимыз ғой, сабақтың өзін жақсы оқса, соны өзі бізге болады ғой. Балам. Барлығын жастайыңнан үйренген өзіңе жақсы. Онлайн сабақ кәдімгі сабақ әбден шаршатып тұрар ғой. Айтпаш, шаршатып қой. Онлайн сабақ жақсы. Видеомен апа осыдан деп қойып, үйде жата береді рахат. Равшанды ойлап жата беремейсің ғой. Асылка жағың астынан бір тізбем сіңнің арасында шығып тұрған тілің үзіліп түседі жерге. Бол жігітек қойыңдаршы, айтпаш көшіп өтетін балдар бізді футбол ойнауға шақырып жатқан. Кешкісін футбол ойнап қайтпадық па одан да? Бол жігіттер ғой, қалай футбол ойнайтынын көрсетейік. Жігіттер, жарайды, сосын кездесеміз, жарайды, Кеше инстадағы көйлек бар емес. Раушан, может екеуміз біраз қыдырып қайтармыз. Мороженое жеп дегендей. Қанат, бірге емес, бәріміз деп айтсай? Туф, Лаура, қойшы, Қанат ренжімен біз асық бара жатырмыз. Асық бара жатырмыз. Хотя бы Раушан сені үйнетін шығарып салайш, екеуміз бірге қайтайықшы. Екеуміз емес, үшеуміз деп айтсай? Қанат, кешкісін кешікпеген. Кешікпеген. Ой, жарайды, Раушан тоқташ. Жарайды онда жігіттер, кешке әдеттегі жерде кездесеміз ғой. Менің әкем келіп тұр, күтіп тұр. Жақсы онда кешке кешікпейші. Жарайды ғой, кешікпе. Біз де қайттық. Кешкісін сен де ұмытпай жарай ма? Жарайды. Ұмытпаймын ғой. Раушан, мен өлең шығардым ғой, тыңдап көрші. Махаббат 8 әріп бір арман, ғашық болдым бір қызға. Аспандағы жұлдызға, деп жерден қол созамын, армандап сол жұлдызға. Енді сәл ұйқас келмейді, бірақ жүректен шығып жатқан сөздер ғой, прямо через ауызбен. Ой, Қанат, китайский ақын болып кеткенсің ба? Мұнан әдебиеттен беретін Маралпа естімесін? Ести берсін. Біле білсен ақындар өлеңді жүрегі жараланған кезде өзінің ғашығына арнап шығарады. Менің ағам боксер, сенің жүрегіндегі сөздерді прямо аузынан шықпайтын етіп қоймасын. Мен негізі өлеңді анда-санда шығарам, сол ақындықты қойсам ба деймін. Раушан, тоқташ! Балам, келдің бе? Келдім. Балам, сабақтарың қалай болып жатыр? Жақсы ма? Барлығы күшті. Жаным, тамағын тауысып ішіп қой. Жақсы ма, мен далаға кеттім. Балам, тамағыңды ішіп алсайшы, асықпай. Енді қайт, балам. Жарайды ма? Арман келем деп беді? Келем деген. Ән өзді келіп жатыр. Арман болсан іштес. Дайынсың ба? Дайынмын. Қашан бастаймыз? Балдар жиналды ма? Арман, бастағанда аяғыңа не киіп алғансың? Қазір біз футболға кірмей жатып, сенің аяқ киімің сияқты жыртылып кетеміз ғой. Әлі біз толық жиналған да жоқпыз. Әні, Нұрлан мен Мақсат та келе жатыр. Чотым жігіттер, әлі бастамадыңдар ма не? Бастап деп қайтып бара жатырмыз. Қош, уже бітіп қалды ма не? Жоқ, сендер күтіп тұрған жоқпыз ба? Бәріміз жиналып қалдық. Бастайық онда. Арман, бастағанда былай ғой. Сенің орныңа бір бала келе жатыр, четкий формамен. Сенің орныңа сол ойнайды. Сен запаскада отыра тұр, Жарайды. Кімдер кеттік? Раушан, осы Қанатқа таң қалам ше. Неге? Білмем ғой, артыңнан қалмай қойды ғой. Енді үйіне сол жақпен қайтады емес пе? Ой, қойшы, оның үйі негіз басқа жақпен жақын ғой. Осы саған бала осы жақпен қайтады ғой. Лаура, қоя берші, қай жақпен қайтса да өзі біледі емес пе? Не ол бірден жақтап шықтың ғой? Әлде Лаура, сен ойлағандай емес, жақсы бала негізі. Саған уже жақсы бала болып көрінген сияқты ғой. Іштер ашығаннан бірін-бірімен төбелесіп жүр ғой. Бірақ жиі маған үйге қайту керек, кеш батып қалды дегенде.
Жеттер, маған да қайту керек, кім қалай қайтады? Айтпақшы Нұрман, мен бүгін сенімен қайтам. Сен менімен бірге неақпен қайтасың ба? Неге сен ана жақта емес пе едің? Ол Раушанға ол жақпен қайтып жүр ғой. Асыл, сенің өмір сүру шансың азайып бара жатыр, сен соны білесің ба? Мақұл жігіттер, маған қайту керек, қанат кеттік па? Все, кешкісін жиі аламыз, давай. Давай. Бұқмында жігіттер, мен тек кететін уақыт жоқпын, қалып тағы сабақта кездесеміз. Сен ше қайтпайсың ба Арман? Мен қазір қайтамын. Әлде сен де мен ұқсап әкеңе кете ме? Жоқ, мен өзім қайтамын ғой. Айтпақшы, сенің папаң не жұмыс істейді? Бизнесмен ғой. Кішкентай кезімде ананы саттым, сендей кезімде бүйттім деп миымды ашытып жүр. Енді үйреткісі келетін шығар. Білмеймін. Сенің әкең ше? Менің әкем жоқ. Білмеппін. Ренжіме. Ештеңе қылмайды. Менің әкем кетті. Мен кеттім. Давай. Балам, келдің ба? Мам, келдім. Ой, балам. Кел екеуміз шайымызды ішіп алайық. Далада суық еді ғой. Күртешеңді кимей кетіпсің. Тоңып қалған жоқсың ба? Жоқ, мама. Регулярные тренировки в зале хорошо отзываются на меня. Вот почему я нахожусь в отличной форме. Жарайды, мама. Мен ұйықтайын. Подобного рода работой. Балама не болып жүр екен? Жарайды. Жатып демала қойсын. Бизнесмен ғой. Кішкентай кезімде ананы саттым, сендей кезімде бүйттім деп миымды ашытып жүр. Арман, бастағанда аяғыңа не киіп алғансың? Қазір біз футболға кірмей жатып, сенің аяқ киімің сияқты жыртылып кетеміз ғой. Келіңіз ғой, көмектесейін. Жоқ, інім өзім жетіп алам ғой. Келіңіз, көмектесейін. Аға, негізі қай жаққа бара жатырсыз? Әл-Фараби 156-ға бара жатқам. Негізі ол жерге алдын барған тұғым. Сөйтсем автобустан ерте түсіп қойыптым. Қайта автобусқа мінбей-ақ қойын деп, жаяу жете қойын ғой деген ғой. Әжептерім алыс екен ғой. Негізі Әл-Фараби деген мына жерден алыс қой. Інім, асықыс болсаң өзің кете бер. Ал мен өзім асықпай жетіп алам ғой. Жоқ, аға, мен асықыс емеспін. Кейін сізді апарып тастап, кейін бара берем ғой. Кеттік онда. Арман келмейді ау деймін бүгін сабаққа. Білмеймін, маған келем деген. Енді білмеймін ғой, сабақтан кешкі ойымыш. Міне аға, сәтқа мекен-жайға келдік. Рахмет, інім. Жарайды аға, мен бара берейін, я? Інім, тұра тұршы. Міне, мына жерде нағыз ауылдың құрты бар. Соны ала кет, үйіңе орғанда соң жейсің. Жоқ, керек аға. Рахмет. Жоқ, інім. Сен маған жақсылық жасадың. Бұл менің қайтарым болсын. Жарайды. Рахмет аға. Сау болыңыз. Арман, не үшін кешіп жүрсің? Енді сәл кешіп қалдым. Ай, сен сәл емес ау? Толық бір сабақ кешіктің. Жарайды, отыршы орныңа. Келесі жолы қайталанбасын бірақ. Ал олай болса, балдар үй тапсырмасын жазып алыңдар ма барлықтарың, иә? Иә. Соны орындап келіңдер. Жарайды, олай болса, сау болыңдар. Сау болыңдар. Қалайсың? Айтпақшы неғып кешіп қалдың? Азанда ұйықтап қалғам. Азанда мен ұйықтап қалғанмын ғой. Сосын сабаққа кешіп қалмайын деп асығып, тамақ ішпей шығып кетіп, енді қарным ашып. Сен сабаққа кешіп қалам деп емес, Раушанға кешіп қалам деп жүгірген сияқтысың ғой. Енді сен сияқты бізді папамыз машинамен алып келгенде тоже мен папасының баласы. Қарның ашып жатқан жоқ па? Ашып жатыр. Құтты дей ма? Аха, берші. Мына құтын дамды ғой, қайдан алдың әлде сатасың ба? Сатам ғой. Жарайды, тәттікпен берші, тағы да біреуін алайын. Қаншадан? Бағасы 100 теңгеден. Арман, маған да берші. Арман, тағы да құтың қалды ма? Жоқ, қалмады. Тағы да әйтпесе, маған айт, бәрін сатып алам. Мақұл, айтам ғой.
Так. Барлығы 50.000 теңге болады. Я бәрін аламын. Қанша теңге тұрады? Бұл 5 мың ғой. 5 мың ба? Иә. 5 сағат тұрады. Сағат па? Аласың ба? Иә. Кән мынау ше? Бұл 10 мың теңге. Мынау 7 мың ғой. Алло, Нұрлан, заказын әкелін. Қалайсың, Нұрлан? Мен сен өзің айтқандай, нағыз алдым бұты. Точно алдық ма? Я алдық, а? Қанша денедің? 1500 ғой. Раз. На. Дашысын берейін. Тағы да келетсің, айтсай, алам ғой. Я жарайды тағы. Давай, ал. Қанат. Мына қарсай, назад Рашан қатты ұнаған сияқты. Қой, шынымен осы ұнатты ма? Я әйтеуір осыған қарап кеттім. Соған қарағанда ұнатқан ау. Қаншадан берші мен сатып алайын? Өзіңіз болған соң 1500 теңге. Қазір берем. Раушан, мынаны қараш, мынаны саған алдым. Тұр, кеш мазмұныш. Мынау қандай әдемі? Раушан, алсаңшы, бұл тек қана саған жараса, тек қана саған жасалған ғой. Жарайды, рахмет. Алло, Арман, қайдасың? Алло, асыл тыныш па? Арман, қанатты машина қағып кетті. Қазір ауруханадамыз. Машина қағып кетті? Қай ауруханада? Аман ба? Білмеймін, Арман, білмеймін. Біз облыстық ауруханадамыз. Мамасы келіп жылап отыр. Қазір барамын. Дәрігер, мен баламның жағдайы қалай? Қанат жазылып кетеді ғой, Балаңыздың жағдайы қазір біраз нашарлау болып тұр. Балаңызды емдеу үшін біздегі арнайы дәрілер жоқ екен. Сол себепті шетелден алдыруымызға тура келеді. Мен дәрілердің барлығын алам. Міндетті түрде қанша теңге болады екен? Қатты қымбат емес, 500 доллардай болу керек. Менде қазір 80 мың теңгедей ақша бар, соған ала тұрсам болады ма? Қалған міндетті түрде кейін әкеліп беремін сіздерге. Сізді түсінемін, қазір бәріне оңай емес. Бірақ балаңыздың өмірін сақтап қалу үшін барлығын бірден және тез арада әкелулеріңіз керек. Бәрін дейсіз бе? Жарайды, мен бір амал табармын. Жазылып кетіңіздер. Енді ақшаны қайдан табамын? Кешіріңіз, мен Қанаттың класстасы едім. Әпке, біз Қанатқа көмектесіп жатырмыз. Мына ақшаны алыңыз. Мен бұл ақшаны алмаймын, балақ. Өзіңе жаратарсың, жарай ма? Әпке, Қанат біздің досымыз. Мына ақшаны алыңыз. Біз тек оған көмектесіп жатырмыз. Рахмет саған, балақай. Үлкен рахмет. Сонда қазір Арман деген жек қояды ба? Арман ба? Балам ол қазір мықты бизнесмен. Жай ғана бизнесмен емес. Ол адамдарға жақсылық жасайтын қайырымды жан. Алло? Иә, Раушан. Иә, біз жақындап қалдық. Аха, тамағын пісте сала бер. Жарайды. Жақсы, сау. Иә, сол үшін балам өмірде барлығына үйренген дұрыс.